29 түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Жігіт 1000 теңге алып, алқаны қайтып бер деді. Делдал, неге сатпайсың деп, алқада бір шикілік барын сезіп, алқаны қазының алдына апарып, осы бір алқаны мен ұрлатып едім, мұны бір ұры сатқалы жүрген жерінен танып отырмын деп арыз еткен. Мен одан хабарсыз дүкенде отырып қалдым. Бір кезде қазының қызметшілері келіп, мені айдап қазының алдына апарды. Қазы жауап алып, қайдан алғанымды сұрады. Мен делдалға айтқанымды айттым. Қазы, үйлесетін өтірікке нанатын, мені бала деп тұрсың ба деп, сықақ күлкімен күлді. Киімімді шешіп, өлтіре таяқтады. Мен ылашсыз ұрлап алдым деуге риза болдым. Өйткені қыздың уақиғасын айтсам тірі қалмаймын. Ұрлықтың жазасы қол кесу. Қолым кесілсе де тіршілікті қимадым. Тірі қалайын дедім. Ол менің оң қолымды кестірді. Қанын тыю үшін қайнаған майға батырып күйдірді. Есімді танып құлап қалыппын. Бір кезде есім кіріп, бір кесе шарап ішкізіп, кесік қолымды қолыма ұстатып қоя берді. Оны пәтер үйдің қожасы көріп, ұры екенсің деп үйінен қуып жіберді. 3 күннен кейін уәзірдің жасауылдары мені ұстап, мойныма шынжыр тағып, уәзірге апарды. Уәзір ұсқыныма қарап, біраз ашу кернеп отырды да, апар, зынданға таста деп бұйрық берді. Бір күні зынданнан шығарып, алдына шақырды. Үйден бар кісіні шығарып, оңаша отырып жауап алды. Мен барлық шын сырымды айттым. Уәзір тыңдап болып басын шайқады. Бәрі рас деді, басын төмен салып. Осы алқаны тағып, кіші қызым жоғалғанына 3 жыл болды. Саған барып жүрген үлкен қыз да менің қызым. Оны күйеуге беріп, Мысырға ұзатқан едім. Сонда күйеуі өліп, Мысырдан жезөкшелікті үйреніп қайтып келді. Мұнда келіп, үйренген әдетін істеді. Ақырысында кіші қызыма да үйретіп, саған апарған. Қызғанып өлтірген де өзі. Мұны сезуші едім. Енді сенің жазықсыз екеніңе көзім жетті. Сен маған бала бол. Ең кіші қызым ер жетіп, қолымда отыр, саған берейін деді. Мен, парманыңыздамын тақсыр деп қол қусырдым. Той қылып қызын қосты. Ол кезде Мосулдағы әкем өліп, мал мүлкі иесіз қалған еді. Мосулға кісі жіберіп, әкемнен қалған мүлікті Дамшыққа алдырдым. Қазір дәулетті кісінің бірі болып өмір сүремін деді. Әкім маған көп дүние беріп сыйлады. Мен де дүниені алып, осы қалаға келгем. Сөйтіп жүріп, бүкірдің уақиғасына кездестім деп, сөзін аяқтады тәуіп. Патша, бұл әңгіме де болып отырған уақиғадан қызық емес. Сондықтан 4-еуіңді өлтіруім керек деп жұмсармады. Тігінші орнынан тұрып, мен де бір әңгіме айтайын, ұнатсаңыз тыңдаңыз тақсыр, деп басын иді. Патша айтуға рұқсат етті.